Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Видеода Халық банкінен қалай брокерлік шот ашады және Халық инвест брокерінен шот ашқан дұрыс па деген екі басты сұраққа жауап беремін. Егер сізде инвестиция жасау үшін әлі брокерлік шот ашылмаған болса, немесе қосымша брокерлік шот ашуды ойлап жүрсеңіз, осы видеоны соңына дейін көріп пайдалы ақпарат алыңыз. Сұрақтардың жауабын алмас бұрын сіздерге қолдау ретінде видеоға алдын ала лайк басып отыруыңызды сұраймын. Арнаның тіркелмеген көрермені болсаңыз, жаңа шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеле кетіңіз. Брокерлік шотты ашпас бұрын Халық инвест сізге ыңғайлы болады ма? Оның артықшылығы мен кемшіліктері туралы біліп алайық. Бірінші, брокерлік шоттың кемшіліктерін айта кетсем деймін. Олар көп емес. Ең бірінші кемшілігі ол Халық инвесттің тек Қазақстан резиденттеріне шот ашуға мүмкіндік беретіндігінде. Егер сіз көрші елдің резиденті болсаңыз, шотты Халық инвесттен аша алмайсыз. Екінші кемшілігі ретінде брокердің көптеген шетел биржаларына тікелей шығуға мүмкіндік бермейтіндігінде. Бұл сіздің тек шет ел биржасында саудаланатын бағалы қағаздарды сатып алудан шектейді. Егер сіз Қазақстан азаматы болып, тек жергілікті биржаларда саудаланатын бағалы қағаздарға инвестициялайтын болсаңыз, онда бұл брокер сізге әбден ыңғайлы болуы мүмкін. Брокерлік шоттың артықшылығы туралы айтатын болсақ, ең бірінші, оның қолданбасын ерекше атап өткен жөн. Халық инвесттің қолданбасы өте ыңғайлы. Тіпті сізге брокерлік шотпен қолдану үшін жеке қолданба жазып алудың қажеті де жоқ. Себебі сізде Халық банкінің Хоумбанк қолданбасы болса болды. Осы қолданбаға кіріп, инвестиция жасай берсеңіз болады. Оны қалай қолданатындығы туралы алдағы уақытта айтатын боламын. Екінші артықшылығы, брокерлік шотты онлайн және комиссиясыз толықтыруға болатындығында. Егер сізде Халық банкінің банктік шоты болса, сіз онлайн бір мезетте брокерлік шотыңызды толықтыра аласыз. Одан бөлек, Халық инвест арқылы теңгемен ғана емес, евро, доллар, рубль және фунт стерлинг сияқты валюталарда инвестиция жасай аласыз. Бұл әртүрлі валютада инвестиция жасағысы келетін адамдарға үлкен мүмкіндік. Төртінші артықшылығы ретінде брокердің Касы және Астана халықаралық қор биржасына тікелей шығуға мүмкіндік беретіндігінде. Осының арқасында сіз Касы немесе Астана қор нарығында саудаланатын кез келген бағалы қағазды сатып ала аласыз. Келесі артықшылығы ретінде брокерлік шотты онлайн ашуға болатындығында. Егер сіз бөлімшеге барып, шот ашуға уақытыңыз болмаса, немесе шалғай ауылдарда тұратын болсаңыз, бұл мүмкіндік өте ыңғайлы. Шотты ашу үшін ең көп дегенде 5 минут уақыт кетеді. Осыған көз жеткізу үшін қалай онлайн шотты ашуға болатындығын рет-ретімен айта кетейін. Бірінші, сізге Халық банкінің Хоумбанк қолданбасы керек болады. Оны App Store'дан немесе Play Market'тен жазып алсаңыз болады. Егер сізде қолданба әлдеқашан орнатылған болса, онда қолданбаға кіріп, шотты ашуды менімен бірге жалғастырыңыз. Қолданбаға кірген кезде бірден автоматты түрде сізде басты бет ашылады. Осы бетте сіз брокерлік шотты ашу үшін Invest деген бөлімге кіру керексіз. Осы бетке кіргеннен кейін сізде инвестор болу беті ашылады. Бұл жерде сізге Халық инвест брокердің артықшылықтары туралы қысқаша ақпарат көрсетіледі. Және де бұл бетте брокерлік қызметтерді көрсету шарттарының талаптары мен келісу сұралынады. Шарттарды көкшіл түспен жазылған жазудың үстінен басып оқып алсаңыз болады. Егер шартпен келісетін болсаңыз, келісемін деген батырманы оңға қарай жылжытып, ары қарай деген жазудың үстінен басасыз. Келесі бетте сізден ЭЦқ арқылы, яғни электронды цифрлық құжат арқылы келісім беруге рұқсат сұралынады. Егер рұқсат беретін болсаңыз, тағы да батырманы оңға жылжытып, ЕЦП алу батырмасын басасыз. Осы кезде сіздің телефон номеріңізге құпия сан жіберіледі. Осы жіберілген құпия санды бос тұрған ящыққа енгізесіз. Кейін келесі бетте
сенімді құрылғының орнатылғандығына келісім беріп, ары қарай батырмасын басасыз. Сізде автоматты түрде бейне тексеру басталады. Яғни, құрылғы бұл әрекетті сіздің жүргізіп отырғандығыңызды тексереді. Тексеруді бастау үшін экранда жазылған шарттарды орындаңыз. Яғни, жаныңызда ешкімнің болмауын, бас киімсіз отырғандығыңызды қадағалаңыз. Шарттарды орындағаныңызға көз жеткізгеннен кейін, бейне тексеруді бастау батырмасын басыңыз. Осыдан кейін бейне тексеру басталады. Сіздің бейнеңізді тексеруге 1 минуттай уақыт кетуі мүмкін. Бейнеңіз тексеріліп болғаннан кейін келесі бет ашылады. Осымен брокерлік шот ашу аяқталды. Басты бетке өтіп, қайтадан инвест бөлімшесіне кіретін болсаңыз, сізде келесі бет ашылатын болады. Осы жерден сіз бағалы қағаздарды сатып ала аласыз. Сізде де шотты ашуда ешқандай қиындық туындамады деп сенемін. Маған шотты ашу үшін шамамен бар болғаны 3 минуттай уақыт кетті. Ал сізде брокерлік шотты ашу қанша уақытта алды? Төменге пікір қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Видеодан сіз өзіңізге қажетті ақпаратты алдыңыз деп сенемін. Видеоға лайк баса отырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.